Компьютердің негізгі конфигурациясы жүйелік блоктан, монитордан, пернетақта мен тінтуірден тұрады. Жүйелік блоктың негізгі конфигурациясына кіретін ішкі құрылғылар: аналық тақша, процессор, RAM, қатқыл диск, бейнекарта және қуат көзі болып табылады. Аналық тақша барлық негізгі бөлшектер мен тораптар орнатылған компьютердің басты микросызбасы. Процессор ақпаратты өңдеуге жауапты. Жедел жады RAM ақпаратты уақытша сақтайды. Компьютер өшкеннен кейін жадыда сақталмайды. Қатқыл диск бірнеше өзара байланысқан дискілерден тұратын аккумулятор, тұрақты есте сақтау құрылғысы. Бейнекарта графикалық ақпаратты мониторға шығарады және өңдейді. Қазіргі ойындарда ақпаратты өңдеудің жылдамдығы мен сапасы өте маңызды. Сурет сапасын арттырып, жүйенің жалпы өнімділігін жақсартады. Қуат көзі көптеген конфигурациялар үшін 450 Вт қуаттылығы жеткілікті. Бірақ сенің компьютеріңде жақсартылған бейне жүйесі бар ойын құрылған болса, онда жоғары қуат көзі қажет болады. Дербес компьютердің конфигурациясы негізгі функционалдық мақсатқа байланысты жасалады. Олар кеңсе, үй, дизайнерлік, ойын компьютерлері болып жіктеледі. Кеңселік дербес компьютер негізінен кеңселік программалармен және қосымшалармен жұмыс істеуге арналған. Үйге арналған дербес компьютер үлкен қуат пен өнімділікті қажет етпейтін міндеттерді шешу үшін қолданылады. Ойынға арналған дербес компьютер басқа компьютерлерден қуатты графикалық шағын жүйесімен ерекшеленеді. Конфигурацияның негізгі элементтері қуатты процессор, қуатты Radeon, GeForce, бейнекартасы және үлкен RAM. Дизайнерлік дербес компьютер үлкен күрделі графикалық қосымшалармен сурет, бейнефайлдарды сапалы өңдеуге арналған. Компьютердің конфигурациясын анықтауға арналған программалар KPU-Z программасы, Everset Ultimate Edition программалары болып табылады. KPU-Z қатқыл дискіден басқа орталық процессордың, аналық тақшаның және BIOS жедел жадының бейнекартаның техникалық сипаттамасын анықтайтын программа. Everset Ultimate Edition компьютердің аппараттық және программалық құралдарының жұмысының тиімділігін диагностикалау, тестілеу және баптауға арналған программа.